қазір мен өзім Alipay QR кодымды толтыратын боламын, яғни 2 юанға. 2 деп жазамын жерге, и сонымен ары қарай 1 деп жазып қойып, 1 юан деп жазып қойып, и осымен қазір Alipay'імді толтырамын. Pay деп басамыз, қазір күте тұрамыз. И міне автомат түрде уже төлем жасалынады қазір міне. 1 юаныңыз қазір міне 61,56 теңге. 1 юан қазір мен өзімнің Alipay'іме аударайын деп жатырмын. Аудару деп басамыз, міне аударылды. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге Alipay'ді Kaspi плюс, яғни Alipay плюс арқылы Kaspi арқылы қалай толтырамыз, сол жайында мен дайын сабақ жасап қойдым. Қазір мен сіздерге демонстрация ретінде көрсетейін. Көпшілік адам сенбей жатыр. Сен Қытайда болмасаң никак төленбейді деп ше. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Қазір мен сіздерге Kaspi'ге кіріп көрсетейін. Мен Kaspi'ге кіреміз. Мен өзімнің Kaspi'ме авторизация жасап отырмын. Мына жерде қызметтер деген басамыз. Қызметтер деген басқаннан кейін мына жерде Alipay плюс деген тұрады. Осыны басамыз. Мынандай осындай QR шығады. Қазір сіздерге көрінбей қалды, бұл жер қап-қара болып ше. Менде қазір QR көрініп тұр. Қазір сол QR-мен сканер жасаймын. Сканер жасадым қазір. Яғни мен өзімнің Alipay'імді сканер жасап отырмын да. Өзімнің Alipay QR кодымды. Қазір мен өзімнің Alipay QR кодымды толтыратын боламын, яғни 2 юанға. 2 деп жазамын мына жерге, и сонымен ары қарай 1 деп жазып қойып, 1 юан деп жазып қойып, и осымен қазір Alipay'імді толтырамын. Pay деп басамыз, қазір күте тұрамыз. И міне автомат түрде уже төлем жасалынады қазір міне. 1 юаныңыз қазір міне 61,56 теңге. 1 юан қазір мен өзімнің Alipay'іме аударайын деп жатырмын. Аудару деп басамыз, міне аударылды, көрдіңіздер. Мына жерде уже менде аударылды. Қазір түбіртекті ашып көрсетейін. Түбіртек Alipay'ге аударылды. Қазір мен енді Alipay'ге кіріп сіздерге осы 1 юан түсті ме түспеді ме көрсетейін. Бұған дейін 2 юан аудардым. Қазір соны көрсетемін сіздерге. Мына жерде курс бағасы көрсетіліп тұр. Мына жерде курс бағасы көрсетіліп тұр, көрдіңіздер. Мына жерде 61,56. Қазір Alipay'ге кіреміз. Түсті ме түспеді ме көру керек оны. Мына Alipay'ге кіреміз. Alipay'ге кірген кезде 支付宝到账1元。 1 юан келіп түсті деп шығып тұр. Аккаунт деген басамыз. Мына жерде баланс деген басамыз. Мына жерде балансқа кірген кезде уже маған 1 юан келіп түсті, көрдіңіздер ме? 1 юан келіп түсті. Міне осылай Kaspi арқылы Қытайға бармай-ақ, комиссиясыз, посредниксіз осылай алыс төмен курспен сатып алсаңыздар болады. Менде дайын курс бар, осыны қалай жасау керек жайында Қазақстанда отырып. WhatsApp-қа жазыңыздар, WhatsApp-та үйрететін боламын.